Ассалаумағалейкум ағайындар, қайырлы кеш баршаңызға да. Бүгін мен түйенің етін соғым алып, соны тұздап отырған жайым бар. Яғни ет тұздаудың тәсілі, менің өзімнің тұздап жүрген тәсілім. Етке индердің қара тұзы, йодталмаған қара тұз. Магазиннің тұзы пайдаға аспайды ет тұздауға. Балық тұздауға да бармайды магазиндегі, көк пакеттегі тұздар, олар йодталған. Мынау индерден шыққан, жер астынан шыққан индерден ауданындағы қара тұз уатылған. Мен сонымен ет тұздаймын, балықты да, етті де осы индердің қара тұзымен тұздаймын. Осындай етіп тұздап отырмын. Мінекей, көріп отырғандарыңыздай. Енді бұның құрамында индердің қара тұзы, мынау екінші ұнтақтаған қара бұрыш, сосын чеснок. Міне көріп тұрсыздар. Бір тер чеснокты 3-4-ке бөлуге болады. Мынандай жіңішкелеп қиялап тұрып, 3-4-ке бөлінеді. Сосын лабыр жапырағы. Осылармен мен тұздап отырмын. Енді сіздерге көрсетейін қалай тұздайтынымызды. Еттерді текшелеп салып шығамын. Болды. Еттерді салып шықтым. Үстіне тұз сеуіп шығамыз. Әркім өзінің керегінше тұздайды. Біреулер етті тұзын көп салады, біреулер азғантай салады. Өте шыға жетемес деп. Біреулер орташа салады. Мен сол орташа тұздаймын етті. Одан кейін бұрышты сеуіп шығам. Бұрышты бір жерге өліп түспеу керек. Қолменен жайлап сеуіп салу керек. Өте қою болып түсіп кетсе, бұрыш ащы болып кетеді. Сондықтан да бұрышты көп емес, аз емес, орташа сеуіп шығу керек. Сосын ендігі салатымыз чеснок. Чеснокты да өте жиі салуға болмайды. Және сиректе салуға болмайды. Осындай арашықта салса, сонда еттің дәмі кіреді, жақсы болады дәмі. Өте жиі салмайсың, өте көп те салмайсың. Осындай қашықта чеснок салып шығасың. Сосын әр жерге лабыр жапырағын саласың. Осындай етіп тұздалады. Мінекей. Осылай ағайындар, осылай ет мен тұздаймын. Сосын бұл ет осы тұздықта бірден бастырады 7 күн. 7 күн осы тұздықта тұрады. Барынша жылы жерде тұрған жақсы, өте жылы емес, салқында емес, орташа температурада болған жақсы. Себебі жылы жерде тұрса, ол азып кетеді, ашып кетеді. Салқын жерде тұрса, дүсіңмейді. Сондықтан да орташа температурада үйде болсын, сарайда болсын, сондай жерде сақтаған жақсы, тұздықта тұрғаны. Одан кейін бірден бас 7 күн, яғни 7 күн тұздықта тұрады. 7 күннен кейін бұл тұздан етті аламыз да, қанды су бетіне шығады ғой. Сол кезде уже дүсіңді деген сөз, 7 күнде дүсіңеді. Содан кейін бақанға ілеміз. Тұздықтан алып, шығарып, бақанға іліп тастаймыз. Оны бақанды жұрт адамның бәрі білуге тиіс. Бақан дейтін етілетін нәрсе. Жоғарыда тұрады. Әрбір үйде де болу керек. Қазақ баласын бәрі білуге тиіс қой бақанды. Сол бақанға іліп тастаймыз. Ол бақанда тұрғанда бөлме, яғни тұрған бөлмесі, етілінген бөлме өте салқын болмау керек. Салқын болса, ол кеппейді. Жылы болса, жақсы кебеді, сорғып, әбден кепкеннен кейін барып, 10 шақты күн тұра ма, 15 күн тұра ма, жақсы кеуіп, сорғып, суы. Сорғаннан кейін барып, әбден кепкеннен кейін барып, оны холодильникке бөліп, холодильникке, морозильникке сала беруге болады. Мынау енді осында бүгін сіздермен бөлісіп отқаным, осындай тұздау тәсілі. Бұның тұздау себебі, бұның дәмі өзгеше болады, бөлек, өте тәтті болады. Бұны айтып отқан себебім, бүткіл мені білетіндер, қаладан ағайындар, я жиендер, нағашылар, я ауылдағы құрдастар, көршілер жыл сайын менен телефон соғып, я көргенде сұрайды біздеден. Ана соғым бар ма, соғым еттерің қалды ма, соғым ет жейік деп. Себебі бұның дәмін татып көрген адамдар осындай етіп, постоянно осылай етіп тұздауға үйір болады. Дәмі тіл үйретін, осындай дәмді ет, дәмі жақсы болып шығады.
Сондықтан да осы менен бірталай адам сұрап жүр, осы видеоға салып, видеоға түсірші, қалай тұздайтынын көрсетші бізге деп. Соны бүгін бір сәт түсіп, соғым алып, тайлақтың ертең соғым алып, бүгін сіздермен бөлісіп отқаным, осы сіздерге көрсетейін қалай тұздайтынымды деп. Сол сіздермен бөлісіп отқан жайым бар ағайындар. Енді мына баршаңызда көріп отырсыздар. Бұның тек тұздау үшін жаңа индердің қара тұзы жақсы, барынша индердің тұзы. Сосын мынандай қара бұрыш, онда қара бұрыш. Сосын чеснок, мынандай лавр жапырағы. Осындай арашықта салып өтсеңдер, мына ғой енді. Чесноктың аралары өте жиі болмау керек. Сосын өте қашты болмау керек. Осындай қашықта болса, еттің дәмі жақсы шығады. Бұрышы да, тұзы да бір қалыпты себілген. Лавр жапырағы да өте көп болмау керек. Сирек-сирек әжеде болған жақсы. Сонда еттің дәмі кіреді. Енді тағы да еттер әлі тұздалған, еттер көп әлі. Оның бәрін тұздап болғанша бірталай уақыт кетеді. Сондықтан да мен сіздерге бүгінгі мына қалай тұздайтын жөнде, қалай тұздалатын жөнде көрсетейін деп түсіріп отқан жайым бар видеоны. Осылай тұздап алсаңдар, өздерің дәмі тілеретіндей болады. Баршаңызға енді қайырлы кеш деймін. Еттерің дәмді болсын, сүйкімді болсын, соғымдарыңыз сау болыңыздар.